Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде осылай қар үйіп тастады. Бүгін ноябрьдің 11-і. Мен жүргізбей кетті істелеп. Қой! Біз кеше мал қамадық бірінші рет. Ана жерде қарларымыз уже бәрі үйіліп түсіп жатыр. Науқан кет десем, мына кетпей тұр. Кет болды. Кет өзің бар. Малдар кірмей кеше әзер қамадық қой. Сол бізде жағдай осы. Қой деймін. Тамақ алып шықпағам, және енді тамақ сұрап кетеді. Мен екіресіп. Нұрлан нетіп отыр. Басшыптерін бәрін реттеп отыр. Әлі біз оларды білген жоқ, біз жай қамадық қойдық. Әні қарды қараңыздар. Қорамен бірдей болды. Еще бізде свет өше берді, қайта қыс бойы светсіз отырады жағымыз. Төжекпен отырық. Малдар шығар жүрді, күн жылы вроде былай. Қар жауып, мынандай қар түсіп отқан болмаса. Нормально былай. Осылай достар бізде жағдай. Сіздерде ауа райы қалай болып отыр. Бұл Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қызылшілік ауылы қай жақ деп сұрайсыздар қазір комментарияда. Мен деген кеш салам, видео қайда деп іздеп жатқан адамдар. Интернет істемейді бізде. Қой деймін. Бебе. Не істеп жатсың? Қай жақта жүрдің? Ей, Нұрлан. Шегеліп сауатсың ба? Шегеліп сауатсың ба? Не істеп жатсың? Есігін не жатсың? Осы жағдай. Мал қораға кірді, біз де қораға кірдік. Прямой смыслымен. Ал қысымыз жеңіл өтсін дейміз енді. Айтпақшы достар, бізде мынандай не бар қой? Мынандай бұзау бар. Жатыр өзі. Бұзауды әкеп қамап алдық. Күттей бұзау. Қанша болды туғанына, Нұрлан? Қанша болды туғанына? 15 күн болды дейді. Қашайын деп тұр, жата бер. Қап-қара тәтті бұзау. Бірақ жолатпайды дейм ананы. Сол, біздер. Басшыптерді байлап қойыпты. Тағы күн бұзайын деп тұрма, не істеп жатыр? Жауып отыр ғой тағы. Бұл жарақта. Жел болса, свет өшет осы бар ғой. Қарағандының, Қарқаралының ауданының әкімдері қайда қарайтынын білмей. Өппетсе болды. Алдында 2-3 күн светсіз отырдық. Міне кеше өшті ма? Бүгін тәңден бірақ жаны кеше тәңден өшіп. 1 сутка. Жақ бітті. Ой, жел. Қайта біз мотор алып ағамыз ғой. Сонымен отырамыз, әйтпесе қайда. Паровой ғой, тасып кетеді паровойымыз, жанбай қалады. Естіліп жатыр ма өзіне желден? Қарды. Ана жердің бәріне үйіп тастаған ғой. Тағы соқпы ма? Сіздер соғымға келген ғой. Қайнағыларын пеше қайтты. Андай боранда қайты. Нормально қайтқан. Енді не қалды? Осапта тағы келеді. Соғым бітпей жатыр бізде. 4 партия келемі, 3 партия келемі, сой келеді ғой. Осы, достар. Бітіс бөптір алға. Жел. Сіздермен болған Асылбек айкөміз. Қарағанды облысының жағдайы осы. Сау болыңыздар, лайк басып, комментарий жасыңыздар.